Қош келдіңіз. Бүгін біз сізге iOS-тағы интернет трафиктің қайда кетіп жатқанын қалай тексеруге болатыны жайлы айтып, оны әсіресе роумингте үнемдеу бойынша кеңестер береміз. Бірінші әдіс. Менің Билайным қосымшасын ашыңыз. Аккаунт бөліміне өтіп, есеп-шот түймесін басыңыз. Интернетті, содан кейін қажетті кезеңді таңдап, растауды басыңыз. Енді сіз трафиктің не үшін жұмсалатынын көре аласыз. Құрылғыңыздың жұмысы оның баптауларына және біз басқара алмайтын функционалға байланысты. Сондай-ақ телефонның бағдарламалық жасақтамасы үнемі жаңартылып отыратынын және бейнеде көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін екенін ескеріңіз. Екінші әдіс. Құрылғыңыздың баптауларындағы деректердің қолданылуын тексеріңіз. Ұялы байланыс реттеу мәзіріне өтіп, ұялы деректерге қарай айналдырыңыз. Бұл бөлімде сіз жұмсалған трафиктің жалпы көлемін көресіз. Маңызды. Егер ұялы желі қолданысының статистикасы өшірілген болса, деректер бақылауға алынбайды. Осы бейнеде көрсетілген нұсқаулар жай ғана ұсыныс ретінде қабылдап, міндетті емес екендерін ескеріңіз. Енді роумингте өте пайдалы болатын интернет трафикті үнемдеуге арналған бірнеше кеңес. Wi-Fi желісі арқылы интернетке кірген кезде ұялы деректер функциясын өшіруді ұмытпаңыз. Бұл Wi-Fi желісі үзілген жағдайда ұялы деректер арқылы трафиктің қолданылуының алдын алады. Wi-Fi арқылы сеансты аяқтағаннан кейін интернетке кіру қажет болған жағдайда ұялы деректерді қосуды ұмытпаңыз. Ұялы байланыс арқылы қолданбаны жаңартуды өшіріңіз. Ол үшін реттеу мәзірі, жалпы қолданбаны фонда жаңарту, Wi-Fi арқылы опциясын таңдаңыз. Қолданбалар мен жаңартулар үшін автоматты жүктеулерді өшіріңіз. Ол үшін реттеу, App Store тармағына өтіңіз. Автоматты жүктеп алуды өшіріңіз. Ұялы деректерді пайдалануды азайту үшін деректерді үнемдеу режимін қосыңыз. Ол үшін реттеулер, ұялы байланыс, ұялы деректер опциясы, деректер режиміне өтіңіз. Деректерді үнемдеу режимін қосыңыз. Бұл режим қосымшалардың фондық белсенділігін шектеп, бейнелерді көру немесе музыка тыңдау кезінде контент сапасын төмендету арқылы трафик шығындарын азайтуға көмектеседі. Ұмытпаңыз, қосулы тұрған геолокацияда трафикті жұмсайды. Егер сіз шетелге баратын болсаңыз, және де сізге интернет қажет болса, менің Билайным қосымшасында роуминг қызметін оңай қосуға болатынын еске саламыз. Ол үшін менің Билайным қосымшасын ашыңыз. Аккаунт бөлімі, содан кейін тиімді роумингке өтіңіз. Керек қызметті таңдап қосыңыз. Егер сіз роумингте интернетті пайдаланбайтын болсаңыз, ұшақ режимін қосыңыз. Әйтпесе теңгеріміңізден сіз жоспарламаған ақы алынуы мүмкін. Егер сұрақтар туындаса, осы арналардың кез келгені арқылы бізге хабарласыңыз. Игілікке қолданыңыз.